Нан қалай пайда болды? Жаратушы иеміз адам атаға бидай дәнегін беріп, егер сен осы дәнекті күтіп баптайтын болсаң, бұл сенің өмірлік азығың болады, деп қолына бидай ұстатады. Сөйтіп адам ата жерге бидай дәнегін салып, оны суарып, өсіріп баптайды. Күз мезгілі келген кезде егінді түгелдей орып жинап алады. Сөйтіп, қолына бір уыс бидайды алып, аузына салып еді, дәмі мүлде ұнамайды. Ашуға булыққан адам ата таспен ұрғылай жөнеледі. Ұра-ұра ашуы да тарқайды. Сөйтіп қараса, бидай үгітіліп ұнтақ күйге айналады. Бірақ қалжыраған адам ата ұйқыға жөнеледі. Тұрған соң сенің көзіңді құртамын, көзге күйік болдың ғой деп ашулана жатып қалады. Сол кезде жаратушы иеміз желге былай деп бұйырды. Жел, ана бидайды қауызынан ажырат, тек бидай дәнегі қалатын болсын дейді. Сөйтіп жел бидайдың қауыздарын желмен ұшырып жіберіп, тек қана бидайдың өзін қалдырады. Адам ата тұрғаннан кейін, сен де көзге күйік болдың ғой деп, қалған бидай дәндерінің барлығын таспен ұрғыла жөнеледі. Ол бара-бара ұнтақ күйге айналады. Егер сен ұнтақ болып өстіп көзіме күйік болатын болсаң, онда сені суға батырамын дейді. Сөйтіп суға салып жібереді. Суға салса, ол қоймалжың қамыр сияқты болып үйленеді. Енді суға батпайтын болсаң, онда сені отқа саламын деп, отқа салып жібереді. Сөйтіп қараса, бір шамада иісі бұрқырап, нанның иісі сезіле бастайды. Сол кезде нанды алып ыстықтай аузына салған еді, дәмі тәтті, тіл үйрет, өз-өзіне масаттана қуанып, адам ата, жаратушы иеміз осыны меңзеген екен ғой, деп қуана жөнеледі. Мінекей, нанның шығу тарихы осындай. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта менен қандай видеоролик күтесіз? Пікір бөліміне қалдырсаңыздар, ескеретін боламын. Егер арнам сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.